Қазақстанның сыртқы қарызы әрбір қазақстандықтарға несие түрінде рәсімделеме. Қазақстанды қанша медицина қызметкерлері тастап кетті. Елде осы сала бойынша кадр жетіспей ме? Және осы аптада жарияланған басқа да материалдарға бірге шолу жасайық. Әлеуметтік желіде Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев, қаржы министрі Ерұлан Жамаубаевтың елдің сыртқы қарызын кәмелетке толған азаматтарға несие түрінде қайта рәсімдеу туралы ұсынысын қабылдағаны жайлы ақпарат тарады. Желідегі жазбаны WhatsApp мессенджерінде жиі бөлісілген. Әлеуметтік желіде тараған ақпарат шындыққа жанаспайды. Себебі Казинформ 24 Instagram парақшасының авторы мұның сатиралық әзіл екенін және аккаунтта тек фейк ақпарат жарияланатын профильді ескерткен. Сонымен қатар парақшада тек болмаған жаңалық пен ойдан шығарылған жазба жарияланады. Өкінішке қарай профильдегі ескертпе жазбаға назар аударылмастан ақпарат мессенджерде тарап кетті. 27 қазанда депутат Ғалымжан Елеуов Қазақстандағы медицина саласындағы кадр тапшылығы мен қызметкерлердің шетелге кетуі жайында сөз қозғап, депутаттық сауал жолдады. Біз депутат мәлімдемесін тексеріп көрдік. Первое. Это нарастающий дефицит кадров и отток врачебных специалистов за рубеж. На сегодня нехватка составляет почти 7,5 тысяч единиц. Имеется острый дефицит анестезиологов-реаниматологов, акушеров-гинекологов, врачей-лаборантов, инфекционистов. Денсаулық сақтау министрлігінің бізге берген мәліметі бойынша, 1 қазандағы жағдайға сәйкес медицина саласындағы кадр тапшылығы 3947 маманды құраған. Әсіресе жалпы практикамен айналысатын дәрігерлер, анестезиолог, реаниматолог, терапевт, акушер, гинеколог, педиатр және инфекционистер жетіспейді. Только за последние 4 года Казахстан покинули более 4,5 тысяч медицинских работников. Ұлттық статистика бюросының сыртқы көші-қон статистикасы бойынша соңғы 4 жылда депутат айтқандай 4500 емес, 4260 медицина қызметкері шетелге кеткен. Сонымен қатар депутат айтқан 4 жыл ішінде Қазақстанға 1415 медицина қызметкері келгенде ескерейік. Ал депутат мәлімдемесінің үкімі жартылай шындық. Жақында Тенгриньюс сайтында танымал Торай Пеппа мультфильмі балаларға қауіпті деп танылғаны жайлы ақпарат жарияланды. Материалда бала тәрбиесі бойынша кеңесші София Гайлс сөзіне сілтеме жасалған. Фактчек кезет бұл ақпарат туралы толықтай тексеріп көрді. Медиадағы материалда кликбейт тақырып қойылып, ақпарат бұрмаланған. The Sun сайтына София Гайлс Торай Пеппа мультфильмін қауіпті деп емес, жаман мінез құлыққа термейтін балаларға арналған 5 телешоу жайлы айтқан. Оның арасында Торай Пеппа да бар. Назарларыңызға рахмет. Фактчек кезет сайтының желідегі парақшаларына тіркеліңіздер. Шындыққа әркімнің ақ бар таласы.